Баршаға сәлем достар, танымал жұлдыздардың өмірінен ақпарат беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін елімізге белгілі мәдениет майталманы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Шаншар Әзіл-Сқақ театрының актері Жүсіп Ақшора ағамыз туралы ең қызықты әрі ең соңғы ақпараттарды ұсынатын боламыз. Жүсіп ағамыз 30 жылдан астам уақыт театр сахнасында өнер көрсетіп, халықтың сүйіктісіне айналды. Алайда қазір үлкен сахнада жиі көріне бермейді. Оның сыры неде, жеке өмірінде қандай жаңалықтар бар, осы видеодан толық біле аласыздар. Әзірге арнамызға шашылып, қазақша контентімізге қолдау көрсете отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ақшора Жүсіп Темірәліұлы 1960 жылы 4 қарашада қазіргі Түркістан облысы Жетісай ауданы Асық Ата кенті большевик совхозында өмірге келген. Алайда 3 жасында отбасымен бірге Отырар ауданындағы Көксарай ауылына қоныс аударады. Бала кезінен өнерге қызығушылық танытқан Жүсіп оқушы кезінде мектеп сахнасында өнер көрсетіп жүреді. 1977 жылы өзінің ауылындағы Мұхтар Әуезов атындағы орта мектепті бітіріп, Жетісай қаласындағы педагогикалық училищеге оқуға тапсырады. Алайда оқуға түсе алмайды. Жетісайдағы драма театрда монтировщик болып жұмыс істей бастайды. Жүкең сахнадағы декорацияларды реттеп, шеге қағып арасында рөлдер сомдап жүреді. Араға 1 жыл салып, яғни 1978 жылы Жетісай қаласындағы мәдени ағарту техникумына оқуға түседі. Студент кезінде Мұхтар Шахановпен кездесу өтетін болып, Жүкең Мұхтар ақынның ғұмыр атты өлеңін сахнада шаттап айтып береді. Осылайша жаймен үлкен сахнаға бейімделіп, актерлік қабілетін дамытады. Өнерлі жігіттің талантын байқаған театр мамандары Жетісайдағы Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрға жұмысқа шақырады. 1981-83 жылдар аралығында осы театрда актер болып жұмыс жасап, бірнеше спектакльдерде рөл сомдайды және 2 жылдан соң ауылына оралады. 1985-1993 жылдар аралығында Шәуілдір ауылындағы балалар мен жасөспірімдер клубында әртүрлі қызметтер атқарады. Аудандық сахналарда түрлі байқауларға қатысып жүрген кезінде Қаздар алқасында отқан Уәлибек Әбдірайымов Жүсіптің өнерін байқап қалып, Отырардың Тамаша атты Әзіл-Сқақ театрында жұмыс жасауға шақырады. Бұл уақытта Уәкең сол жердегі мәдениет үйінің директоры қызметінде болатын. Жүкең бұл ұсынысты қабылдап, арасы 30 километрдегі жұмысына 2 жыл қатынап істеп жүреді. Мұны байқаған Уәкең әріптесін аудандық мәдениет үйіне ауыстырып алады. 1988 жылдан бастап Уәлибек пен Жүсіп екеуі бірге қойған әзіл қойылымдарымен Отырар, Бәйдібек, Шардара, Созақ аудандарында өнер көрсетіп жүреді. Одан бөлек шеткі ауыл аймақтарға, қойшыларға да барып концерттер қойған екен. Арасында облыстық байқауларға қатысып, 3 жыл қатарынан 1-ші орын алады. Көп ұзамай Қазақстан телеарнасының ішінен ашылған ТТТ театрында сатирик Мұхтар Шерімнің әзіл қойылымдарын сахналап жүреді. Тіпті Мұхтар Шерім Уәлибек пен Жүсіптің Алматы қаласына ертіп барып, Алтын балға атты сатиралық қойылыммен алғаш рет үлкен сахнаға алып шығады. Одан бөлек 1994 жылы Орта Азия күлкі жәрмеңкесінде ерекше образ үшін Жүсіп Ақшора ағамыз лауреат атанады. Тәжірибе жинақтаған қос майталман ойлана келе театр ашуға шешім қабылдайды. Осылайша Шымкент қаласына келіп Шаншар театрын құрып, оңтүстік өңірден бастап концерттер бере бастайды. Бұл уақытта қазақ өнерінде Бауыржан шоу, Тамаша, Теріс қақпай, Мафия мен Тақия сынды театрлар бәсекелестік дәуірінде қатар келе жатады. Енді ғана қадам басқан Шаншар театры уақыт өте құрамы толығып, жаңа сатиралық қойылымдармен халықты күлкіге қарық қылады. Уәлибек Әбдірайымов театрға басшы болып, өнерлі ұжымды әртүрлі қалалар мен ауыл аймақтарға апарып концерттер қояды. Тіпті көрші елдерге де шығып жұлдыздары жанады. Жүсіп ағамыз театр сахнасында алкаштың, шалдың, тіпті әйелдің рөлінде керемет алып шығып, өз аудиториясын қалыптастырады. Шаншар келді дегенше көрермен Жүсіпті көруге асығатын. Өйткені шынайы өмірден алған күлкілі образдары көпшіліктің езуін жидырмай қоятын еді. Шаншар театрының құрамы әр уақытта жаңа әріптестермен толығып, халықтың түрлі пікірлеріне ие болатын. Бірі мақтаса, бірі даттап, ал кейбірі риза болып, алғысын айтып, ақ батасын беретін еді. Театр репертуарындағы Ақшаның буы, Қошан, Ескерткіш, У-шу, Түрме, Оралман, Өгізбайдың отбасы, Қыз жібек пен Төлеген қойылымдары халықтың ерекше қошеметіне ие болады. Тіпті ел ішінде әзіл жаргондар тарап, әрбір сөзін жаттап алған еді.
Жүкең осы қойылымдарда Төрегеннің, Алғаштың, Болмыштың, Оралманның, Қарапайым ауыл адамының, тіпті Майкл Джексонның рөлдерін жоғары дәрежеде сомдап баршаның көңілін көтереді. Сонымен қатар Шәмші ағамыздың әндерін жанды дауыста шырқап басқа қырларын да танытады. Жүсіп ағамыз телевизиялық бағдарламаларға шығып, уақыт өте кино саласында алғаш рет жаңа жылдық қалыңдық фильмінде ханның рөлін сомдайды. Бұл кезде Шаншар театрының абыройы асқақтап, көрші елдерге гастрольдік сапарлармен шығады. Әсіресе Қытайдағы қазақ бауырлар Шаншарды көп көреді екен. Сол уақытта театрдың қойылымдары диск арқылы сатылып жатқанда, ең көбі қытайлық қазақтарға сатылған. 2012 жылы Қазақфильм киностудиясы түсірген Аңшы бала фильмінде Жүкең эпизодтық рөл сомдайды. Оның артынша Hello ауыл фильмінде жаңа образын ерекше көрсете білген. 2014 жылы Уалибек Абдраимовтың идеясымен Шымкент қаласында әзіл-сықақ және сатира театры ашылады. Қазақстанда ашылған алғашқы сатиралық театрда Шаншардың әртістері бірінші болып қабылданып, жаңа қойылымдармен көпшілікті тәнті етеді. Одан бөлек хабар арнасында Таңғалмаңыз бағдарламасының Дәм-думан айдарында және әзіл кеш бағдарламасында жүргізушілік қызметтер атқарады. 2017 жылы актер қызы Айжанды ұядан ұшырып ұзату тойын өткізеді. Бұл уақытта ұлдары үйленіп, Жүкең немерел болған еді. Сол жылы Жүсіп ағамыз басты рөлде ойнаған Ойлан атты фильм көпшіліктің көңілінен шығып көзге жас алдырады. Расында бұл кинотуынды біршама жастарға сабақ болмақ. 2018 жылы актер Зың-зың күлпаш, Томпақ және Бастық боламын сериалдарында ойнайды. Одан бөлек Тәлім ТВ түсірген Үлкен үй сериалына түссе, жастармен бірге жайдарман ойындарына қатысады. Және де Шымкентте жарыққа шыққан Қажымұқан мультфильміне дубляж жасайды. Өкінішке орай 2019 жылы Жүсіп ағамыздың анасы Күлман апамыз өмірден озады. Ал карантин басталған сәтте театрлар мен концерттік орындар жабылып, өнер адамдар үшін де шығармашылық процесс тоқтайды. Пандемия басылып, қайта ашылған тұста сатира театрындағы карантиндегі қызықтар қойылым арқылы көрермендермен қайта қауышып, баршаны күлкіге қарық қылады. Одан бөлек Әпше сериалында рөл сомдап телеарнадағы бірнеше сұхбаттарға шақыртылады. Негізінде Жүкең сұхбат бергісі келмейді, үнемі қашқақтап жүреді. 2020 жылы Жүсіп ағамыз мерейлі 60 жасқа толады. Бастапқыда актер туған күнін атап өткісі келмейді дегенмен, өнердегі әріптестері қоймай Жүкеңнің мерейтойын сатира театрында дүркіретіп атап өтеді. Шығармашылық кешке өнер майталмандары да қатысып жылы лебіздерін білдіреді. Сонымен қатар ат мінгізіп үстіне шапан жабады. 2021 жылы актер Жүсіп Ақшора мен әнші Жігер Ауыпбаев екеуі ұлттық арнадағы егіз лебіз жобасына қатысады. Бірнеше кезеңнен тұратын сайыста қос өнерпаз халық әндері мен шетелдік әндерді керемет орындап шығып, жеңімпаз атанады. Екі 2022 жылы Жүсіп ағамыз Шымкент қаласында түсірілген бірнеше фильмдерде жаңа образдарды сомдайды. Ал 2023 жылы Жүкең түскен Операция Алтын адам және Дастеш Фантастиш атты комедиялар кинотеатрларға шығады. Қазір Жүсіп ағамыз Шымкент қалалық әзіл-сықақ және сатира театрында әртіс болып жұмыс жасауда. Аптасына 1-2 рет қойылымдарда рөл сомдайды. Театрдың өз көрермені бар. Уәкең мен Жүкеңді көру үшін арнайы келіп тұрады. Актер театрдан бөлек көптеген фильмдерде рөл сомдауда. Әсіресе Шымкенттік киностудиялар түсірген балаларға арналған фильмдерде төбе көрсетуде. Жеке өміріне келсек, Жүсіп ағамыз отбасылы, отауласқан жары, 3 ұлы және 1 қызы бар. Ұл қыздарынан туылған немерелерінің сүйікті атасы. Актер отбасымен бірге Шымкент қаласында зәулім үйінде тұрады. Жұбайы үй шаруасында, үлкен ұлы Малайзиядағы архитектура және дизайн мамандығын оқып, қазір сол бойынша Шымкент қаласында жұмыс жасауда. Екінші ұлы Ақан әкесі секілді өнер жолын қуды. Қобызшы болып, кейіннен режиссура мамандығы бойынша диплом алды. Дегенмен қазір жиһаз сатушы болып бизнеспен айналысуда. Кейде асабалық қырмен тойға шығып тұрады. Кенже ұлы үлкен ағасымен бірге жұмыс жасауда. Жүсіп ағамыз өте қарапайым, жұмысқа автобуспен келе береді. Автобуста Жүкеңнен ешкім ақша алмайды, тіпті қоғамдық көлікте көрген шымкенттіктер таңғырғап қалады екен. Жүкең көлік айдауды ұната бермейді, әйтпесе үйінде Toyota көлігі бар. Сонымен қатар 3 баласында да қымбат көліктер бар. Кейде саябақта великпен серуендейді. Бос уақытында кітаптар оқып демалады. Бір қызығы телефонды көп қолданбайды, тіпті бөтен нөмірлерді көтермейді. Тағы бір ерекше тұсы, өзі түскен кино мен қойылымдарды көргісі келмейді, тіпті өзінен ұялады, яғни көңілінен шықпауы мүмкін. Жүсіп ағамыз тойға шығып өнер көрсеткенін ұнатпайды. Кейде халық сұрап жатқандықтан көңіл үшін барып әзіл айтып ән айтып қайтады. Журналист Аман Тасқанға берген сұхбатында актер
Тойдың біразын қысқарту керек. Қазақтың 70% тойшыл. Шетелдіктер бұлай тойламайды. Үнемі ізденісте жүріп бірдеңе ойлап табады. Ал қазақ еңбектенбейді, жалқау, қарызданып жүреді дейді. Актер сахнаға ішіп шығуға мүлдем қарсы. Кезінде өзі де ішіп шығып, оның кесірі тигенін айта кетті. Пайғамбар жасқа келген Жүсіп Ақшора өмірінің 40 жылын өнер сахнасына арнап, 100-ден астам рөлдерді сомдады. Актердің сахнадағы жарқын образдары мен елеулі еңбектері ескеріліп, тәуелсіздікке 10 жыл, жылдың ең үздік мәдениет қызметкері, Астананың 20 жылдық мерекелік медальдарымен және 30-ға жуық алғыс хаттармен марапатталған. 2019 жылы актер Жүсіп Ақшора Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрығымен Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері атағын иеленді. Осы орайда халықтың сүйікті әртісіне айналған Жүсіп ағамызға зор денсаулық, бақ-береке, шығармашылық табыстар тілейміз. Достар, сіздерге жақсы жаңалығымыз бар. Жуырда Жүсіп ағамыз басты рөлді сомдайтын моноспектакль сатира театрында қойылатын болады. Өмірінің 40 жылын әзілге, яғни сатираға арнаған Жүсіп ағамыз бұл спектакльде жалғыз өзі рөл ойнайды. Және қойылымның жанры трагедия. Ендеше Жүсіп ағамыздың көрерменді жылататын трагедиялық рөлін асыға күтеміз. Бұл шынымен де сенсация болмақ. Достар, бұл ақпаратты жинау, өңдеу оңай болмады. Еңбегімізді бағалап, лайк басып, Жүсіп ағамыз туралы өз ойыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Ақпаратымыз ұнаса, достарыңызға, жақындарыңызға жіберіп бөліссеңіз болады. Қазақша контентке қолдау көрсете отырыңыздар. Бұл әлемдік және отандық танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамит Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамит, Мәдін, Дохан, Берік, Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.